іс-қағаздарды толығымен орыс тіліне көшіру, барлық білім ошақтарында білім беруді тек орыс тілінде жүргізу, қазақ тіліндегі мектептерді біртіндеп жабу саясаты республикада қазақ тілін қолдану аясын толық шектеуге алып келді. Нәтижеде 80-ші жылдар ортасына дейін Қазақстанда 700-ге жуық ұлттық мектеп жабылып, 1 миллионнан астам халқы бар республика астанасында қазақ тілінде жалғыз ғана мектеп болды. Қазақтар өз жерінде жергілікті ұлт ретінде саналмайтын, қоғамдық орындарда ана тілінде еркін сөйлеуге именетін, өз ұлттық болмысынан жапа шегетін күйге жетті. Қазақтар өз елінде әлеуметтік және экономикалық теңсіздікте өмір сүрді. Мәселен, қазақтар қазақ жеріндегі кез келген ірі және орта қалалардың негізгі тұрғыны бола алған жоқ. 1980-ші жылдары Алматы қаласының негізгі тұрғынының 16% ғана жергілікті ұлт өкілдері еді. Ауылдардан қалаларға білім мен жұмыс іздеп келген қазақ жастары тек жатақханаларда немесе империялық ұлт өкілдерінің пәтерлерінде жалданып күнелтті. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. Жүздеген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Төлқұжаттарына
бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып, ата-анасы, туған-туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды. Оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым-жылас жойылып, қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды. Шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты. Кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан, республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты. Елімізде ол оқиға жайлы айтуға, жазуға тыйым салынды. Қазақстандағы сол қаралы 3 күнге тікелей күнәһар билік басындағылар оқиғаға орай тек жалған мағлұматтар берді. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что опубликовано, никаких жертв не было. Онысы үшін ешкімнен ықпады, ұялмады. Қазақ болғалы жер дауы мен жесір дауынан көз ашпаған. Өйткені қазақ өз намысын жері мен қыз келіншегінің ар намысымен өлшеп отырған. Желтоқсан көтерілісінде ел мен жер намысы деп жігіттермен бірдей бас көтерген қазақ қыздары шаштан сүйреліп, іштен тепкіленді, қамалып зәбірленді, ар намысы тапталып, жанын құрбан етті. Сол қара көздердің намысын жоқтап-ақ бас көтермеу, артқа қонбау, ұлттың сүйегіне таңба болмас пе? Сол кездердегі алаңда анау қарулы әскерлерге беттей алмай тұрған кезде қыздарымыз, жігіттер еғіп тұрсындар алға деген кезде өзіңнің құры қол жаңағы қарулы әскерге қалай барып қойғаныңды білмей қалдық. Сол кезде менің таң қалатыным бар ғой, Құдайға шүкір әлі күнге дейін рахметімді айтамын. Қазақ қыздарына рахмет айтамын. Қазақтың қыздары шіркін-ай, менің көзім шығып кете жаздады бар ғой. Қазақтың қыздары неткен қайсарлығын, сол қазақ қыздарының батырлығына таң қалдым ғой. Қазақтың жігіттерін қорғаймыз деп өздерін, жандарын беріп, өлімге дейін бас тігуге дайын тұрған. Ал 86 жылғы, жалпы 86 жылғы емес, 17 жылдан бері қарата қалыптасқан мемлекет, ол кеңестік жүйе қазақтың жан дүниесімен үндеспеген мемлекет. Ол ұлттық мемлекет емес. Сондықтан да мемлекеттің мұңы, мемлекеттің зары қазақтың мұң зарымен үндескен жоқ. Екеуі тұтасқан жоқ, екеуі екі бөлек қалды. Сондықтан да осының барлығы жастарды алаңға алып барды. Следующий будет Шаханов Мухтар. Большая просьба. 2, если можно, минуты. Высокий съезд. Я хочу сделать следующее заявление от имени 19 народных депутатов СССР Казахстана во избежание новых вспышек межнациональной розни, учитывая создавшуюся острую ситуацию в республике. После поднятия на съезде вопроса о событиях в Грузии, группа депутатов Казахстана получает массу телеграмм коллективных писем от своих избирателей. Они недовольны тем, что мы даже при такой гласности и открытности на съезде не поднимаем вопроса о декабрьских событиях в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки, девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Все это происходило тогда, когда еще не было общеизвестного указа о демонстрациях, митингах. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. По неполным данным, около 2000 человек было арестовано. Многие из них осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тысячи исключены из учебных заведений, уволены с работы.
Эпоха застоя при первом на него натиске показала свой жестокий оскал, результатом которого явились жертвами сотни политически неподготовленных юношей и девушек, навсегда сломленных в жизни. Однако правда о событиях в Алмате и противоправных действиях солдат внутренних войск до сих пор остается засекреченной. Поэтому у нас имеет место разные нездоровые слухи, которые бросают тень на дружбу народов и являются источником некоторой национальной неприязни. В связи с этим мы убедительно просим создать комиссию из числа народных депутатов, представляющих различные регионы и национальности, для выяснения настоящей истины о декабрьских событиях в Алмате. После вышесказанного вышло постановление ЦК КПСС о работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся. Поэтому в этом постановлении событие названо проявлением казахского национализма. Можно обвинить 5000 людей, 10 тысяч людей и 100 тысяч, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово «казахский национализм» – это обвинение всему казахскому народу. Поэтому мы обращаемся с просьбой об восстановлении справедливости, снять с народа суровые и незаслуженные обвинения. Казахский народ не раз доказал своей историей, своей кровью верности дружбы народа. Скоро намечается пленум ЦК КПСС по межнациональным проблемам. Многие заинтересованные народные депутаты не смогут участвовать на этом форуме, так как они не являются членами ЦК. Поэтому группа казахстанских депутатов предлагает до пленума именно на нашем съезде мы должны принять декрет о статусе государственного языка коренной национальности союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов и малых народностей, а также решить очень обострившийся вопрос о судьбе советских турок и крымских татар, которые до сих пор чувствуют себя изгнанниками в своей стране. Позвольте передать президиум часть требований избирателей, в том числе письма съезду, подписанные известными писателями, учеными и молодежью республики. Спасибо за внимание. Съезден соң Мәскеу қонақ үйіндегі бөлмеме келсем, телефон безілдеп жатыр екен. Көтерсем, Колбин. Сен мені тірідей жердедің. Өткенде әзірге қоя тұр деп өтініп едім ғой. Бұл не қылғаның? Деп айқай салды. Қазір менің аузыма қақпақ қойғаныңызбен ертелі кеш бұл шындық басқа біреудің аузымен айтылуы тиіс еді, дедім. Мен мұны жайдан жай қалдыра алмаймын. Сенің мына басбұзарлығыңнан кейін ел ішінде қайтадан көтеріліс болып кетсе, жауап бересің. Бәлкім жауапты темір тордың арғы жағында отырып беруіңде әбден мүмкін деп ақырғанда даусы тұтқаны жарып жер жазады. Керісінше орын ауыстырар болсақшы, дедім мен де қызынып. Бір республиканың бірінші басшысына солай деуге дәтің барды ғой. Арманың тым асқақ екен. Темір тордың арғы жағында қайсымыздың отыратынымызды көрерміз, деді ызаға булығып. Мен телефон тұтқасын тастай салдым. Келесі күні таңертең Қазақстан қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мирошник. Жолдас Шаханов, амал нешік, өзіңізге өзіңіз жасадыңыз. Сіз 19 депутаттың көпшілігіне арал проблемасы туралы сөйлеймін деп, алдап қол қойдырыпсыз. Солардың біразы Шаханов бізді алдады, сондықтан КСРО халық депутаты қатарында жүруге тиістеміз деп түсінік жазып берді. Осы фактілер дәлелденген жағдайда қандай халге душар болатыныңызды шамалайсыз ба, деді. Бірақ менің алдағаным 19 адам ғана емес, арал қасіреті туралы айтпасқа болмайтын бір проблемалы ойын бар еді деп Горбачевтың өзін де алдадым. 20-шы етіп, ол кісіні де тіркеп қойыңыз, дедім де бұрылып жүре бердім.